Сәлеметсіздер ма? Сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін құйрық майдың пайдасы туралы айтатын боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіз білмейтін пайдалы, құнды ақпараттармен бөлісемін. Бұл жерде құйрық май, қойдың құйрық майы, іш майменен көп адамдар шатастырып жатады. Іш майда клеенка тәріздес болады, ал құйрық май кәдімгідей осылай клеенкасыз әдемірек болады. Құйрық майды табаға салып шыжғыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен құйрық майды осылай турап аламыз. Майдалап турап аламыз. Бұл ежелден келе жатқан халық емі болғандықтан құйрық майды көбінесе балаларға қолданатын боламыз. Осылай барлығын майдалап турап, тапамызға салып, құрғақ тапаға салып, шыжғырып алатын боламыз. Бұл емді жөтелге, 1001 аурудың емі деп жатады. Сол 1001 аурудың еміне пайдаланып, балаларыңыздың жөтеліне, қақырығына, бронхитына, барлығына ем. Мен өзім балаларыма жиі жасап тұрамын. Жөтелген кезде жатар уақытта денелерін майменен сылап жатқызсаңыздар, жөтелі тапта басылатын болады. Және де температура беріп жатқан кезінде, тұмау кезінде температуралары түспесе де, осылай құйрық майменен майласаңыздар, температурасы басылатын болады. Осылай табаға салып, отқа қойып, майды бөліп алатын боламыз. Өзі қатты отқа қойған кезінде майы бөлек бөлініп алынады. Осылай қып-қызыл болғанша шыжғырамыз. Бетіндегі шұжықтары бөлініп шығады, өзі майы. Бұл майына алып тастаймыз. Дайын ашқан қамырға осылай мен сияқты шұжығынан қып жасасаңыздар да болады. Арасына салып, немесе нандарың ашқан қамырларыңыз болмаса, нанның арасына салып жесеңіздер де болады. Тек ыстықтай нанның арасына салып жесеңіздер, өте дәмді шұжық нан болып шығады. Өзіміз әжеміз бала кезімізден жасап беретін. Осылай майды таза ыдысымызға, шыны ыдысымызға құйып аламыз. Пластмас ыдыстар болмайды, сондықтан осылай шыны ыдысқа құйып алатын боламыз. Шұжық нандарымыз пісіп шықты. Өте дәмді, ыстықтай жесеңіздер, ерекше дәмді болып шығады. Балалық шақтың бал дәмі десеңіздер болады. Осылай майымызды суытып алғаннан кейін, осылай қасықтың көмегімен алып, отқа қойып, кішкене қыздырып, балаларыңызға қуығына жақсаңыздар да болады. Қуық суықтағанда көп сүйіп қоятын болған жағдайда ыстықтай ертіп жағып, жылыда киіндіріп жатсаңыздар, суықты алатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сау болыңыздар.